Ассалаумағалейкум достар, баршаларыңызға қайырлы күн, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Бүгін 14:30-да эфир жіберіп алмаңыздар, мен әдеттегідей кешігіп келе жатырмын. Бір жұмыстармен жүріп қалдым. Ауа райы деген енді әдемі болып тұр. Мұнда бізде кептерлер жабайы емес бұлар. Адамдардан қорқпайды, қашпайды. Мен бүгін еңлік түсірем деп шештім. Еңлік армия дей ма? Солар осы жақта деп қарай берсем де не жеп? Не жепсің? Күнчоза депсің? Қойшы деп әзе? Маска бар ма? Жоқ. Ал еңлік бірінші сұрақ. Еңлік үміткер күтуге дайын ба дейді. Әрине дайынмын, 100%. Только менің үміткерге деген талаптарыма сай емес адамдар ке қойып жатыр да. Маған 25-тен асқан. Тағы бір талабым. Ажыраспаған мүлдем. Азаматтық некеде де болмаған, баласы да жоқ. В общем, мен қандаймын дәл сондай арты таза адам емеспін. Келгеннен кейін сразу өтірік айтпай, сразу шындықтарыңызды айтасаңыздар. Алдында андай ақпараттар шығып жүрмесін. Одан кейін кішкене оңай сұрақ емес, қиын сұрақ қойсаңыздар, мына өте оңай сұрақ болды. Ой. Всем привет. Ой деген ғой. Біз магазинге бара жатырмыз бүгін. Бүгін Айсұлтанның аккаунтына өтсеңіздер, мен жайлы толық ақпараттар болады депші. Мен де сұрақ жауап қалдырып кеттім. Еңлікке қоямын жүрген сұрақтарыңызды маған жазасыздар, мен еңліктен сұрап біліп беремін. 90% шынайы ответ жауап беремін. Сол. Вот мен тығырыққа тіреп шынайы қылып сұрап аламын ғой маңыздар. Бүгінгі эфирді міндетті түрде көріңіздер. Кім бар бүгін эфирді? Оны бізде білмейміз, оны сіздермен бірге білетін боламыз. Сондықтан да эфирді жіберіп алмай 14:30-да Евразия бірінші каналын қосыңыздар. Қыздың туған күнінен бері мы все собираемся попить кофе. Да. Выбирай что-нибудь себе, возьми еще. Я угощаю, так что... Ну да, конечно, это мы же должны от тобой в итоге. Что это, какого дегенде? Не, ну давай что-нибудь еще. Ну сейчас в магазин сейчас зайдем. Так, здрасте. Короче, у меня глаз нереально слезится. Так как врач сказал, что нужно моргать как-то, открывать глаза вот так вот. Ну, видите, я все время так вот что-то сверху вниз смотрю. Вот. Слезится, протираю. С жазлукотекен. Вообще жалко. Нужно поправить общее состояние психологическое, видимо, просто и все. И все будет хорошо. Енді әзірге шыдап келе жатырмын көзбен. Көреміз енді эфир барысында. У нас там много света. Қайтадан ауырып шығып кетпесем болғаны. Айнұр, саған сұрақ. Айнұрдың жасы қаншада дейді? 27-де. Туған күнің қашан сен? 23 октябрь. Почти аяғы ғой. 10 жай. Руың қандай? Албан. Молодец. Осындай бір сұрақ кепті. Қосылайықтағы ең сұлу қыз сіздің ойыңызша кім деп? Менің ойымша, достар, Қосылайықтағы ең сұлу қыз Омакош. Мына Аяна мына жақта жүр. Мына Аяна. И Ерасыл мұны. Мына жүрсін қарсаңыздаршы. Аяна мен Ерасылды көрсетіңізші дейді да. Айтшы андай. Сен ондай қылықтарымды қойдым деген еді. Айсұлтаннан сұраңызшы дейді. Индираға деген сезімі ашылды ма дейді. Ойбай, сразу ашылсылық нәрсеміз қой. Онай ма негізі қыз ретінде? Онайды. Заринашы. Не арғандай сұрақ? Енді подписчиктер сұрап жатыр. Заринашы деген сұрақ жоқ қой? Бар. Жоқ, Заринамен сыйластық қадыңызда. Вот, молодец. Сұрақтардың ортасынан ақтарып, Дарина деген тауып алып, Даринаны көрсетіңізші дейді. Ауырып жатыр Дарина бүгін. Ауырса да. Лучше сегодня. Мын Дарина жатыр. Сағымнандай сұрақ кепті. Айнұр мен Тимур қосылуы қайта мүмкін ба дейді. Неге? Вообще ма? Болашақта может. Жоқ па? Мүмкіндік ешқандай вообще никак нет.